Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Боташка. Бүгін көп қыз-келіншектер біле бермейтін рецептпен бөлісемін. Яғни өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын самсаның қамырын үй жағдайында қалай дайындау керектігін көрсетемін. Дүкеннен алатын слоеное тестадан артық болмаса кем түспейтіні анық. Ендеше каналыма тіркеліп алыңыздар. Самса қамырын дайындауды бастайық. Ол үшін алдымен жылы суға бір ас қасық тұзды салып араластырып, ұнымыздың ортасын ашып, жаңағы суымызды құйып, қарапайым қамыр илейміз. Жақсылап әбден иі қанғанша илеп болған соң 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз сәл тыныққан соң оны алып, теңдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін видеода көрсетілгендей етіп жаямыз, барынша жұқа болғаны дұрыс. Енді қамырымыздың екінші бөлігінде дәл видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Енді бір стакан ертілген сары майымыздың жартысын осы қамырдың бетіне түгелдей жағып шығамыз. Ол үшін арнайы щетканы қолдансаңыздар болады, ал ол жоқ болса, онда қолмен де жаға бересіздер. Видеода көрсетілгендей сары май жағылған қамырдың үстіне жайылған екінші қамырымызды жабамыз. Және ерітілген сары майдың қалған жартысын осының үстіне құйып, тағы да жағып шығамыз. Одан соң ораманың қамырын орағандай етіп, осы екі қамырды бірге орап шығамыз. Самсаның қамыры дайын болды. Енді оны видеодағыдай орап, табаққа салып, мұздатқышқа қатырып қоямыз. Егер сіз самсаны бүгін жасайтын болсаңыз, онда қамырды 1 сағаттан соң мұздатқыштан ала беруіңізге болады. Ал егер самса жасауды басқа күнге жоспарласаңыз, онда қамырыңыз мұздатқышта осылай дайын күйінде тұра береді. Тек қолданар алдында сәл жібітсеңіз болғаны. Ендеше келесі видеода дәл осындай дәмді самса жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, асыға күтіңіздер. Келесі кездескенше.